отбасының құндылығы сіздер үшін не? Үлкенді сыйлау. Не жетіспейді жас отбасыларға? Қазіргі адамдар комфортқа үйреніп қалған. Той өткізбесе ол бір енді бейшара сондай бір ұят сияқты көрінеді. Той жасайтын заманнан өттік деп айтса да болады. Қыз мүмкін дайынға келсе, мүмкін оның қадірін түсінбеуі де мүмкін ғой. Біз тек қана тәрбие сағаттарымен ғана шектеліп қала алмаймыз. Мен үшін құнды менің әйеліме деген махаббатым. Эмоционалды екі адам стресс алғанша, одан да бір өзің жүрген артық деп ойлаймын да. Үй алып, машина алғаннан кейін бірақ үйленесің деп тұр ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз бүгін отбасы құндылықтары төңірегінде әңгіме өтетін боламыз. Алаңымыздың қонақтарымен таныстырып кетейін. Ел бірлігі қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бақыт Смағұлы ағамыз арнайы келіп отыр. Облыстық жастар ресурстық орталығының жетекшісі, басшысы Мәнсия бүгін келіп отыр. Және де жас отбасы тарапынан әділет, педагог, ұлағат ұстаз Бақытгүл Ерғалиқызы. Шақыртуымызды алып келгендеріңіз көптен көп рахмет. Енді біз бүгін осы еркін тақырыпта әңгіме өтеміз. Өздеріңіздің ойларыңызды қосып, жалпы әңгімеге араласып отырсаңыздар болады. Енді бірінші осы отбасы құндылығынан бастайық. Бақтаға жалпы осы отбасы құндылығының маңызы, бағыты бойынша айтып кетсеңіз. Енді менің ойымша мен ойлаймын, енді қазақтың киелі шаңырағы, қазақтың алтын шаңырағы, соны көне сақтың ғұнынан басталады. Енді осы қанша ғасыр бағыз замандардан бері қазақтың сол киелі шаңырағы бір сәтте жаңағыдай төмен түскен жоқ. Оның уығы керісінше шаншылып, керегесі кеңіп, босағасы бекіп, жаңа жас отбасылармен толығып, қазақтың бүгінде міне азат тәуелсіз елдің үлкен бір киелі биігіне айналып отыр. Сондықтан да мен ойлаймын, отбасы құндылығы деген қазақта айтады ғой, отан да отбасынан басталады дейді. Сондықтан да мына отбасы мәселесі бүгінде бұл жаңағы қазақ мемлекетінің мынау әлемдік өркениеттегі жаһандағы жаңағы дамуының бір өзегі, арқауы. Өйткені отбасысыз жаңағы мемлекетті көз алдың елестете алмайсың. Отбасының құндылығы негізінен мен ойлаймын, бұл ең алдымен жаңағы сол отбасының мемлекетке кірігу арқылы, мемлекеттің мүддесі арқылы көрінеді. Оны енді біз жаңағы аға ұрпақ өкілдерімен де жастардың жаңағы отау құрып жатқан жастардың да жаңағы жұптар жазылмай, сол мемлекет үшін, ел үшін деп жаңа қазақтың киелі шаңырақ үшін жаңағыдай ұрпақ келіп, сол ұрпақ арқылы өзімізді көбейтіп, елді жаңағы еңсесін биіктетіп, абыройын асқақтатып, осы құндылық мен ойлаймын ең алдымен сол жаңа отбасы арқылы, әр жаңа отбасының мүшесі арқылы, әр жаңа қазақстандың жаңағы адам арқылы мен ойлаймын сол жаңағы көрініс табады. Сондықтан да отбасы құндылығы деген бұл ерекше қасиетті нәрсе деймін ойлаймын. Отан отбасынан басталады дейді, жас отбасылар қалай жалпы осы ұғымды ұстана ма қазір негізі? Мүмкін ұстанады. Енді біздің отбасымызға тоқталатын болсақ, әр отбасыдан біздің бір мемлекетіміз құрылады. Сондықтан да бұл біз ағамен, ағаның сөзімен, бұл мақал-мәтелмен келісуімізге болады. Өйткені әрбір адам отбасы құрады, олардан барлық мемлекетіміз құрылады, мемлекетіміздің саясаты құрылады. Әрбір отбасының өз бір саясаты болады, ішіндегі бір экономикасы болады. Ол да мемлекеттің бір миллионнан бір бөлігі ғой. Сондықтан да келіседі деп ойлаймын мен, келісемін мен. Бақытгүл Ерғалиқызы, ұстаз ретінде айтып кетіңізші, жалпы осы отбасы құндылықтары, жалпы студенттерге оқушыларға қалай дәріптеліп жатыр қазір қоғамда? Жалпы құндылық туралы айтып кететін болсақ, негізінен құндылық екі бағытта қарастырылады. Жалпы адамзаттық құндылық және ұлттық құндылық деп. Мына біздің қарастырып отырған отбасы құндылығымыз ол жалпы адамзатқа тән құндылыққа жіктеуге болады негізінен. Енді бүгінгі таңда білім беру жүйесінде педагогикалық, психологиялық зерттеулер бойынша, ғылыми метрикалық зерттеулер бойынша отбасы құндылығы өте жоғары болу керек дегенге ешкімнің жаңағы келіспеушілігі жоқ деп ойлаймын. Ең бірінші орында осы бағыт тұру керек. Дегенмен өте өзекті мәселелер бар. Отбасы тәрбиесі кезінде енді жеке тұлғаның дамуына, жалпы қалыптасуына әсер ететін факторлар көп қой. Соның ең негізгісі осы тұқым қуалаушылық. Әрине тұқым қуалаушылық деген кезде біз отбасы тәрбиесіне көңіл бөлеміз. Енді мен педагог ретінде айтқым келетіні, жалпы отбасы тәрбиесі деген пәнді озық елдерде, соның ішінде атап кететін болсақ, Жапонияда және Финляндияда отбасы тәрбиесі деген пән бар. Яғни арнайы пән бар. Ол мектепке дейінгі жалпы барлық құрылым сатысында осы пән жүзеге асырылады екен. Енді бүгінгі таңда өзекті мәселелер көп дедік, отбасы құндылығына, тәрбиесіне байланысты. Біз сол озық елдерден осы тәжірибені алып енгізсек, ол жүйе бізге жақсы нәтижені береді деп.
айтқым келеді. пән біздің жүйеге енгізілсе енді не өзгереді деп мен ойлайсыз? жалпы ойлаймын, енді қазақтың өз болмыс бітімі жаңағы қарап отырсаңыз, сол жаңағы отбасы жаңағы құндылығын өзі мысалы әу бастан жаңағы отбасы мысалы атаның ұлағаты дейді, әженің өнегесі деген сияқты өзі кез келген жаңағы дүниеге келген сәби ең алдымен жаңа атаның ұлағатын көреді, әженің өнегесін көреді. Сол арқылы мен ойлаймын қазақтың ол жаңағы пән деген сол ғой енді жаңағы қазақ өзінің отбасына дүниеге келген адамды жаңағы тәрбиелеуге сол барынша көңіл бөледі. Мысалы енді жаңағы отбасында мысалы ата анасы жаңағы өзінің жұмыс қамымен жүруі мүмкін, бірақ жаңағы бар тәрбие жаңағы әже мен жаңағы атаның еншісінде болады. Сондықтан да мен ойлаймын, ол қазақтың жаңағы әу бастағы сол тәрбиесі, сол жаңағы өзінің отбасындағы тәрбие, мен ойлаймын, бұл енді батыс елдері болсын, басқа өркениетті елдермен салыстырғанда қазақтың өзінің жаңағы ұстанымы бар, өзінің болмыс бітімі, тәрбиенің өзегі бар. Сондықтан да мен ойлаймын, енді басқа елдер бізбен олар таласуы мүмкін. Біз енді мен ойлаймын, батыстың жаңа бие деп неше түрлі мәдениеті бар, басқа да нелерге көп көңіл бөліп, солардың еншісінде кетпей, өзіміздің жаңа болмыс бітімімізбен ұрпағымызды жалғастыруға болады деймін. Дегенмен де мен ойлаймын, енді қазіргі кезде жастардың арасында жаңағы неке жаңағы отбасын бұзушылық, жаңағы отбасын жаңағы айырылысу мәселелері өте көбейіп кетті. Оның да бір салдары, осының бір салдары мен ойлаймын, сол жаңағы атаның ұлағатының жоқтығы, әженің өнегесінің жоқтығы. Өйткені енді біз кейде үлкендерді сынап жатамыз, ол енді шынымен де кейде мынау қарап отырсаңыздар, мынау осы қалаларда әсіресе мынау саябақтарды аралап жүрсеңіздер, қазақтың үлкен қара шалдары мысалы бір ит жетектеп жүрген көресің. Сонда өзі жаңағыдай қиналасың, өйткені ол немересін жаңағыдай жетектеудің орнына ит жетектеп жүретін сондай оқиғалар жиі кездеседі. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің осы үрдіс кішкене жаңағыда осы мынау енді даму ғасырдың енді мына 21-ші ғасырда сол жаңағы біздің айттым ғой, жаңағы сақ пен ғұннан бастап алған сол тәрбиенің өзегі кішкене алшақтап бар ма деген енді сондай бір өкініш те бар, енді жоқ емес. Бұрында қызды қырық үйден тыю деген бұрында аталарымыздың жақсы бір сөзі бар ғой. Енді бірінші кезекте сен ұлағат ұстаз деп айтып жатырмыз ғой, енді ардақтан аяулы жарыс. Осы тұжырымдаманы айтып кетіңіз, жалпы қызды қырық үйден тыю деген жалпы. Енді қыз бала тәрбиесі әрине өте маңызды ғой. Белгілі бір жүйеде жалпы отбасылық өмірмен әйел адам жұмысын үйлесімділікте ұстау, ол өте бір үлкен шеберлікті талап етеді, және үлкен бір жоғары кеңістік, жеке тұлғалық бір кеңістік болу керек осының бәрін жүзеге асыра алу үшін. Енді бүгінгі таңда жалпы әр ұрпақ өзі жаңарған сайын белгілі бір кезеңдерде түсінікте қалыптасады ғой. Жаңа ағамыз айтқандай, біз ұлттық тәрбиеміз ол тамаша, керемет, бірақ бүгінгі жаңағы даңқты осы кезеңде өмір сүріп жатқан адамдарға біз тек қана тәрбие сағаттарымен ғана шектеліп қала алмаймыз. Яғни сол арқылы ғана қыз баланың тәрбиесі қалай болу керек екен мәселесін тек қана тәрбие сағатының аясында шектеліп қалу нәтиже бермей жатыр, өкінішке орай. Сондықтан да кішкентай кезінен бастап жаңағы білім ошақтары отбасы тәрбиесінің құндылығына өте жоғары деңгейде көңіл бөлетін болса, жаңағы формальды түрде емес, шынайы, мен ойлаймын, отбасындағы көптеген мәселелер шешіледі деп. Және де бұл жерде жаңағы басқа елдердің тәжірибесіне сүйену деген кезде біз әр тәжірибені алған кезде ұлттық модельге сала біруіміз керек, яғни жақсы жағын қырын алып. Және де мен зерттеп жүргенде бір қарасам, Қазақстанның білім беру жүйесінің ерекшелігі бізде оқу тәрбие процесін қатар аламыз. Яғни ал батыс жақтарда олар көбінесе білімге көп көңіл бөледі. Сол біздің жетістігіміз әзірге осы болып тұр. Біз оқу тәрбие процесін егіз алып жүргеніміз, ол көп нәрселердің алдын алып жатыр. Жаңағы қыз бала тәрбиесінде, жалпы жеке тұлғаның менін қалыптастыру кезінде біраз нәрселердің алдын алып жатыр. Ал дамыған мемлекеттерде көп нәрсе озық болғанмен, ол жағында тәрбие мәселесі біраз қиындықтар бар деген сияқты. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы қазіргі менің түсінігім, білім ошақтарында осы отбасы тәрбиесін насихаттау мақсатында осы модульді бағдарламаны енгізген дұрыс деп көптеген дәлелдер келтіруге болады. Жаңағы отбасы тәрбиесіне байланысты, қыз бала тәрбиесіне, ұл бала тәрбиесіне осындай үлкен бір ұсыныс барлық білім ошақтарына. Мен мысалы жас отбасы өкілімін ғой. Барлықтарыңызға бір сұрағым бар. Отбасының құндылығы сіздер үшін не? Осы сұраққа бір жауап беру керекпіз деген ойдамын. Маған өзіме ол қызық болып отыр. Сіздер үшін не болады?
ең бастысы? Енді отбасының құндылығы, мен ойлаймын, ең алдымен өзі қазір мынау заманның ағымына байланысты мынау қазір біздің ұрпағымызды көше тәрбиелеп отыр, ұялы телефон тәрбиелеп отыр. Сондықтан да мен ойлаймын, мынау біздің жаңағы отбасының құндылығын айтқан кезде ең алдымен жаңағы біздің енді ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан өнегелік жаңағы тәрбиелік жолды соны жалғастыру. Мен ойлаймын, қазіргі мынау тәуелсіз салып отқан кезде енді кешегі кеңес заманында осының бәрі көзден бұлбұл ұшты ғой. Сондықтан мен ойлаймын, енді қазір міне бізге сондай мүмкіндіктер беріп отыр. Сондықтан отбасының құндылығы ең алдымен жаңағы жас ұрпақ тәрбиелеу мәселесі деп ойлаймын. Өйткені өткенде мына біздің Болат Жанадилов ағамыз осыдан бір 10 шақты жыл бұрын бауырлас Америкаға қалаға барады. Сонда барғанда дейді, бір отбасыға ол кісілерді енді қонақ қылатын ғой. Сонда ас ішіп оққан кезде жаңағы кішкентай ғана 2 бала дейді, сол отбасындағы сол 2 бала жаңағы демалыс күні болса керек, сол жаңағы бір туризммен демалуға біреу кетейін деп жатыр екен. Сосын екіншісінің жаңағы анау термос дейді, жаңағы сондай бір саяқтарын соны сұрап, соны неге жалға алып жатыр дейді. Жалға солай. Сонда мен ойлаймын, батыстың жаңағы кім айтты, батыстың тәрбиесі арасында да жаңағы оларды тек қана білімге ғана, сосын өздерінің батыстың болмыс бітімі бұл жаңағы бәрі ақшамен саналатын сияқты сондай бір құндылықтарға не қылады да. Ал енді біздің тәрбиеміз керісінше, біздің отбасының тәрбиесі мен ойлаймын жаңағы үлкеннің өнегесін алу, жаңағы айтады қазақ, ұлын ұлықты қылып, қызын қылықты қылып тәрбиелеу, осы отбасының құндылығы осы аяда. Мысалы, қараңыз, менің ойым бойынша ең басты мен үшін құнды менің әйеліме деген махаббатым. Одан кейін құнды бізді менің жалғастыратын менің ұрпағым. Одан кейін мен тәрбиеге келемін. Мысалы, бұның барлығы болмаса, біз тәрбиеге тоқтала алмаймыз ғой. Сонда менің ойым сонда бұрыс болып тұр ма? Немесе әркімнің өз бір құндылығы болуы мүмкін ба бұл өмірде өз отбасында? Жалпы қазіргі уақытта жастар арасында болсын, жас отбасыларда болсын, ұсынатын жалпы отбасылар әртүрлі категорияларға бөлінеді. Олар үлкен, жас және одан ересек отбасылар 50 жылдан астам отбасын құрғандар. Әрқайсының отбасылық құндылықтары әртүрлі болады. Олардың ұстанымдары да әртүрлі, өздерінің жалпы отбасылық дәстүрлері мүмкін баршылық. Өйткені қазіргі уақытта жаңағы айтып жатыр, батысқа еліктегіштік деп. Бұл батысқа еліктегіштік емес, қазіргі жастар бұрын егерде жастар үлкендерді тыңдап солардың жолмен жүретін жастар болса, қазіргі жастар олар өзін өзі дамытушы, өзін өзі ізденіп, одан әрі дамытушы жастар, және олар қазір үлкендерді емес, ол оқып көрген, өзімен қатарлас, ол тәжірибені көрген әртүрлі азаматтардан ақылды алғанды жөн көреді негізінде. Себебі қазір жастарды білеміз, әртүрлі коуч, психологтардан әртүрлі оқуларды оқиды. Одан кейін қазір жастар арасында мысалы ұрсып қалса, немесе басқа бір қиыншылықтар болғанда психолог маманына бару деген түрлі жақтары қазір бар жас отбасылар арасында. Жалпы әр отбасы әртүрлі болып келеді, себебі әр адам индивид болған сайын олардың отбасыларда бір жеке кішігірім отбасы. Сен әңгімесі бақытаға қонамады ғой? Негізі мен ойлаймын, жалпы біз енді қазіргі жастардың енді мынау ғарыштық қазір уақыт қой, ғарыштық уақыт, қазіргі жастармен санасуға да тура келеді. Бірақ мен дегенмен де мен айтар едім, менің ойым енді жаңағы біз енді ұлы халықпыз дейміз өзімізді, бірақ біз енді өткеннен сабақ алған, жаңа соны зерделеген елміз ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, мынау үлкенді сыйлау, жаңағы құрметтеу мәселесін біз енді қанша дегенмен де тәрбиеміздің өзегінен айыруға болмайды. Өйткені қанша дегенмен қазір енді әр жас жаңағы өзі жеке дербес тұлға, енді ол екенін білеміз. Бірақ енді жеке тәрбиеленген қазір көп сондай отбасылар, жас отбасылар ажырасып жатыр. Неге? Өйткені олар жаңағы ата-ананың жаңағы үлкен тәрбиесін алмағанның бір сыры ма деп қаласың. Өйткені қарап отырсаңыз, қазір жеке отбасын құрады, сосын бір әлеуметтік тұрмыстық бір жағдайда қиындық келсе, бірден жаңа ажырасып жүре беретіндер бар. Оны бір некені бір ойыншық көретіндер бар. Сондай ғой, шындығы солай. Оны енді қарап отырсаңыз, қазір жаңағы психологиялық дейді, менің жолдасым өзі психолог, көп адамдар келеді, жаңа жас отбасылар келеді. Сонда қарап отырсаң, солар өзі айтады, соның келген адамдардың көбі жаңағы бір титтей бір нәрсеге сол жаңағы арасында бір жаңағы не шығып, жаңа шу шығып, содан жаңағылар ажырасып жатқан оқиғалар. Аға, мен бір сұрағым бар сізге. Мысалы, әрбір отбасының бір материалдық жағдайы бар, тәрбие, үлкендерді сыйлау, оның барлығы керек. Оны
жоқ қылмаймын, мен оны өзімді әке-шешем тәрбиелеген, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты. Бірақ та әрбір отбасының бір экономикалық жағдайы бар, мысалы үйіндегі тұрмыс тіршілігіне ақша болмай, содан адамдар ажырасуы мүмкін. Бірақ та тәрбие көрмегеннен ажырасуға қарағанда материалдық жағынан бір қиыншылық туғаннан ажырасу көбірек сияқты. Мысалы, қазіргі кезде мен оны құндылық деп айта алмаймын, бірақ та ең бір басты бір факторлардың бірі ол қаражат, біздің өмірімізде. Соған да бір назар аударсақ деп ойлаймын мен. Өйткені бір адам, мысалы, әйелі не күйеуі оған төзе алады, мысалы, семьясын көтере алады, бірақ екінші адам оған төзе алмайды деп ойлауға болады. И содан да ажырасулар болуы мүмкін. Осы бір жағдайда біз қарастыру керекпіз ғой. Бұған енді үлкен түрде кінәлауға болмайтын шығар. Бұған енді мемлекеттің құзырындағы мәселе ғой. Енді қазір енді мемлекет жаңағы жастарға көбірек жағдай жасау керек, жаңағы отбасы мәселесінде жаңағы жеке пәтер алуына жеңілдіктер жасалу керек деп ойлаймын. Енді қазір мына жаңа Қазақстан деп қазір соған мән беріп жатыр ғой. Қазір мысалы жаңа жеңілдікпен пәтерлер әпереміз деген сияқты ондай бастамалар көтеріліп жатыр. Енді сол мысалы енді 30 жыл өтіп кеттік. 30 жылдың ішінде енді шындығында жаңағы жеңілдікпен отбасы банкі болсын, басқа банкілерден жаңағы қыруар пайызға алған жастар содан кейін соның пайызын төлеп сонымен күн көріп келді. Сондықтан мен ойлаймын, мемлекет жастарға ерекше көңіл бөлу керек, жас отбасыларға әсіресе. Өйткені қазір қарап отырсаңыз, сол жаңа ажырасудың негізгі өзегі сол әлеуметтік мәселе, тұрмыстық мәселе. Өйткені үйі жоқ, күйі жоқ адам енді ол жаңағы тапқан таянған жаңағы соның пәтер жалға алуға жұмсап жатса, бала шағасын қалай асырайды. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл үлкен күрделі мәселе. Бұл енді жаңағы жеке бастың мәселесі емес, бұл үлкен мемлекеттік деңгейдегі мәселе. Соны мен ойлаймын, бұл үлкен көтерілу керек, бұл жаңағы биік мінберлерден айтылу керек. Сондықтан да бұл қазіргі кезде енді мынау жаңа бастама, жаңа заманға қарай аяқ басып деп жатқан кезде осы мәселе көтерілсе ары қарай, мен ойлаймын жастардың жағдайы шешілуі тиіс. Ол сұрақты сол жастар ресурс орталығының басшысына қойып, мысалы жастарға отбасы банкінен 2%-бен 30 жылға бір несие беру бағдарламасы бар ма, или қарастырып жатыр ма деген сияқты. Жалпы биылғы жылы жаңа заң жобасы қабылданды. Ол келер жылдан бастап жастарға арналған несиелі пәтерлерді беру бойынша жаңа заң жобасы болатын болады. Арнайы жастар үшін әрбір аймақ бойынша өзінің заң жобасы болатын болады. Ол келер жылдан бастап қарастырылған. Бірақ жалпы айтатыным, егер жаңағы материалдық жағдайын біле тұра, ертең мысалы бір өзін асырап отырған адам, ертең екінші адам қосылғанда, одан кейін үшіншісі қосылғанда, егер ол отбасын асырай алмаймын, немесе экономикалық жағдайым тұрақсыз болатын болса, онда отбасын әзірге құрмай, одан да сәл ақшасын жинап, бірақ құрған дұрыс деп ойлаймын да. Үй алып, машина алғаннан кейін бірақ үйленсін деп тұр ғой. Мысалы, бастапқы капиталы болса, немесе той жасамай-ақ, сол тойдың қаражатын үйлеріне жұмсаса дегендей. Себебі әр отбасының, әр адамның жағдайы әртүрлі, сондықтан қазір той жасайтын заманнан өттік деп айтса да болады. Үлкен той жасамай-ақ пәтер алып дегенде ондай жағдайды да қарастыруға болады. Егер өзің экономикалық тұрақсыз болсан, онда екінші адамды өзіне серік қылып, оны көтере алмайтын болсан, одан да эмоционалды екі адам стресс алғанша, одан да бір өзің жүрген артық деп ойлаймын. Мәнсияның қазір басы бос қой. Егер Мәнсия саған сондай бір жігітке ұсыныс білдіріп жатса, мысалы, жақсы көремін, мысалы, сен оны жақсы көріп, ол сені жақсы көріп тұрсын да, бірақ ақша жоқ дейсің. Не істейсің? Айтпайсың ғой, мысалы, 2 жыл кейін кел, енді үй алып, сосын ойланып көрейік деген сияқты. Жоқ, енді мысалы мен жасым 25-те, сәйкесінше 25-тегі азамат, егер құрдас деп қарайтын болсақ, оның білімі болу керек, себебі әр адам ол жасқа дейін білім алады, ал білім алған азамат сәйкесінше жұмыс жасай алады. Сондықтан негізі былай ғой, негізі мен ойлаймын, мынау рас қазіргі жастардың енді Мәнсия қазіргі жастардың санасындағы ойды айтып отыр. Шын айтады, шын қазір өйткені қазіргі жастар жаңа машинам болса, үйім болса, бірақ үйленемін деген өте көп қазір жастардың несінде. Сондықтан да мен ойлаймын, мынау негізі енді бұған ата-ананың жаңағы міндеттілігі болу керек деп ойлаймын осы арада. Мен мысалы өзі ұлым әскерге барып келді, содан кейін мен өз кішкентай кезден құлағына сіңіремін.
сен біздің отбасымызда жаңағы біздің асыраушымызсың, үйленсең де біздің жаңағы үйімізде бірге боласың деген сияқты. Сол қазір үйленді, өткен жылы міне қазір біздің мен бөлек шық деп жай айтып көрсем, жоқ кетпеймін дейді мысалы. Сол сияқты мен ойлаймын, ата-анаң бұл жерде, өйткені ол бөлек шықса ертең пәтер керек, жаңағыдай мысалы қаражат жұмсау керек, бала шағасы болады деген сияқты. Сондықтан жаңағы бізде жас отбасыларды қолдау, ата-ана тұрғысынан жаңағы қолдау өте аз. Өйткені жаңағы той, расында енді қазақ тойсыз өткізе алмайды, оны несие алады, жаңағы той өткізбесе ол бір енді бейшара сондай бір ұят сияқты көрінеді. Сондықтан да мен ойлаймын, енді ол қазақтың болмысындағы нәрсе, бір баласына той жасап бере алмаса ертең ол сын болады ғой. Сондықтан да жаңағы ең бірінші той жасау керек, содан ана отбасының пәтердің мәселесі бізде кейінгі орынға қалып отыр. Осыдан кейін барып жаңағы бізде отбасылардың ажырасуы осыдан шығады, көрдіңіз бе? Сондықтан да мен ойлаймын, енді оған үлкен деңгейде жаңағыдай бір мысалы Мантия қарама-қарсы мен 26 жасында үйлендім, әке-шешеммен өмір сүрдім, әке-шешемнің пәтерінде тұрдым, олардың сатылған тамағын жедім. 26 жасында үйленгеннен кейін қазір мен 28-ім, 2 жылдың ішінде біз пәтер алдық, біз машина алдық. Ол мысалы семья құру, отбасы құру мен үшін бір мотивация ма, стимул бұл. Мысалы сондай да бір адамдар болуы мүмкін ғой. Яғни отбасы құрғаннан кейін, яғни адамның ой өрісі басқа жаққа бұрылып, жақсы дұрыс бір іс-әрекеттер жасап, жақсы бір жерге жету мүмкін, сондай да азаматтар болуы мүмкін деймін. Мысалы жаңа Мантия айтып жатыр ғой, 25 жасында енді бірінші үйлену керек, сосын бірінші пәтер болу керек, машина болу керек, сосын үйлену керек деген сияқты. Бірақ та Мантияға бір жақсы жігіт кездесіп, Мантия оның бір музасы болып, содан кейін өте бір құр іс-әрекеттер жасауы мүмкін ғой. Иә, әрине, ол жетелейтін әйел адам ғой, сондықтан ол дұрыс деп, ол ой да дұрыс. Жалпы мен ойлаймын, отбасы құндылығын, отбасы тәрбиесі негізін қалайды, отбасы құндылықтың. Сондықтан да жаңағы егер қаражат мәселесі жетпеу туындап жатса, егер отбасылық құндылық орынға қойылса, жаңа ағамыз айтқандай, ата-анасы оны берік тәрбие беретін болса, сол ұрпаққа, ол жаңағы мәселені шеше алады. Енді жаңа сіз айтқандай, әрбір бағытта махаббат әрине маңызды. Жақсы отбасы болу үшін енді екі жас бірін-бірі түсініп жақсылап қосылғаннан кейін махаббатпен әрі қарай тіл табысады, сосын өмірге деген құштарлығы, оның қаржылық сауаттылығы да екеуі бір мәселелерді шешеді. Түрлі деңгейдегі жаңағы өзін жетілдіру курстарына жастар қазір көп қатысып жатыр. Міне осындай жан-жақты бір кешенді бір даму болса жеке тұлғада, сол жаңағы біздің ата-бабамыздан берілген тәрбиемен үйлесімділік өте жақсы болса, сол кезде отбасы құндылығы, отбасыдағы көптеген жаңағы мәселелер шешімін табатын шығар. Және де бүгінгі таңда отбасында материалдық және рухани тәрбие деген бар. Көбінесе енді қазіргі уақыттың ағымына көп нәрсені айтамыз ғой. Материалдық жағдайға байланысты балалар ата-аналарын көрмей жатады. Яғни таңертең жұмысқа ерте кетеді, кешке келген кезде бала ұйықтап жатуы мүмкін. Бұл ұзақ уақыт жалғаса беруі де мүмкін. Сондықтан да осы жерде отбасының ішінде шынымен де бір рөл ойнайтын, ол әкесі де немесе шешесі болуы мүмкін, немесе жаңағы атасы, әжесі. Сол кісілер осы отбасының құндылығын өз қолдарына алып, жаңа бағытты дұрыс беріп отырса, жақсы болады деп. Материалдық, рухани құндылықтың екеуіне де. Жалпы Мансия айтып кетті ғой, 25 жасқа дейін енді адам қалыптасу керек, енді ол дұрыс та шығар, мысалы 25 жасқа дейін енді бір белгілі бір белесті бағындыру керек. Бірақ та мен ойлаймын да, керісінше күйеуі мен әйелі бір пәтерді бірге алса, қосыла алса, мысалы бір алатын кесе болса, бір қасықты бірге қосыла алса, ол үшін ыстық деп ойлаймын. Себебі қыз мүмкін дайынға келсе, мүмкін оның қадірін түсінбеуі де мүмкін ғой. Мен сол ойлаймын да. Сосын және екінші бағыт жаңа әкенің тәрбиесі, ананың тәрбиесі деп басып қарайыз өте орынды айтып кетті ғой. Бір әкенің берген тәрбиесін қазақта 100 мектеп бере алмайды дейді. Қазіргі таңда әкелердің рөлі қаншалықты ойнап тұр, бақтар осы айтып кетті. Әке ретінде расында да енді бізде өзі тұрмыс билеген заман ғой, шынына керек енді қазір расында жаңа айтып жатқан әркім жаңағы отбасын құрғанмен жаңағы ата-анасы жаңағы шаруаның соңында жүреді. Ол енді шындық нәрсе, сосын жаңағы баласын көрмеуі де мүмкін, ол енді күнделікті кездесетін оқиға ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, енді қазір біз сол әкенің тәрбиесін бере алмай жатырмыз ғой, шыны керек. Әкенің тәрбиесін бере алмай жатырмыз. Ананың да тәрбиесі жаңа осы түсіп жатыр. Осының салдарынан жаңағы біздің мынау жас ұрпағымыз, жастарымыз жаңағыдай жаңағы бір жағдайын жасап алып үйренемін деген мәселе мен осыдан туып отыр деп ойлаймын. Сондықтан да біз енді мен ойлаймын, көбіне мына мемлекеттік тұрғыда үлкен нелер жасалу керек қой. Мысалы дүниеге келген сәбидің өзіне жаңағыдай бір бізде
қатты көмек жасалмайды ғой. Сондықтан да басқа елдерде сияқты бізде мысалы әр жаңаға дүниеге келген адамға мысалы соған бір қорлар ашып, енді айтылып жатыр ғой қазір. Сол қорлар ашылып, соның жағдайын жасаса отбасыға көп жеңілдік болады. Өйткені жас отбасылар, мен ойлаймын, ең алдымен жаңағы енді кім біз өзіміз, мен өзім 89-шы үйлендім. Ол енді арада 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін жаңағы совет үкіметі, кеңес үкіметі тарады. Бір қиыншылық заман келді ғой. Бізге де қиыншылық заман келді. Осы қалада бір жылу болмаған күндер болды мысалы. Сондай күндерді біз де бастан өткердік. Біздің де басымыздан бір қиындықтар болды сол жылдары. Сондықтан да мен ойлаймын, ол енді отбасы құрғаннан кейін адамның жауапкершілігі керек, бір-біріне жаңағы екі жаңағы адамның бір-біріне енді сеніп, бір-біріне сүйіп деген сияқты жаңағыдай қосылады. Қосылғаннан кейін жауапкершілігі болу керек. Олар жаңағы қиындықтарға төзетіндей сондай бір жағдайға белдерін бекем болу керек. Бізде қазір енді жастардың көбі соған шыдай алмай кетеді ғой. Көп енді оның бәрін бірдей енді қаралай беруге тоже де болмайды. Енді жаңағы барлығы бірдей жастар жаман, жастар жаңағыдай ажырасып жатыр дегеннің өзі. Кей кезде мынау статистиканы мен қараймын. Өткен жылы отбасы мәселесін былай бір статистика неткен кезде бізде мына отбасын құрған жастардың енді дегенмен жастар құрады ғой. Сосын ажырасуды екеуінің арасында бір айырмашылық, ажырасу көп деген метод. Ажырасу дегеніңіз ол енді анау қанша жылдан бері енді отбасын құрған адамдар ғой. Олардың ішінде мысалы 50 жасқа дейінгі 40 жастағылар да кетеді, көрдіңіз бе? Сондықтан да бізде анау ажырасу мен жаңағы некеге отырудың екеуінің арасындағы нені көбі статистикалық тұрғыдан алады да, бізде ажырасу көп екен деген мәселені айтып қалады. Ол негізі дұрыс емес. Негізі ажырасудың жаңағы жастардың арасындағы ғана ажырасуды алса, ол бәлкім ажырасу көп болмауы да мүмкін біздің елімізде. Сондықтан да мен ойлаймын, бұған өте статистика жалпылама беріліп тұр. Жалпылама беріледі де, бұрын осыдан 10 жыл бұрын отбасын құрған адамдардың ажырасуы бар ғой, солардың бәрін тізбектеп алып келеді да. Енді биыл ғана отбасын құрған мысалы 10 отбасы болса, сонымен салыстырған кезде мына кісілердікі не сияқты болып қалады. Ажырасу көп сияқты болып қалады. Оны жастар ажырасып жатыр деп айтып жатқан. Әдет ақша жоқ деп айтып отырсың ғой жаңа. Ақын бар материалы, жылу жоқ, свет жоқ. Сол кезде үйленген, бірақ махаббат сақтап қалған ғой. Не жетіспейді жас отбасыларға мысалы. Қазіргі заман мысалы сол свет, жылу болмаса мүлдем мұнда үйленбейтін шығар жастар. Егер бір ақшаға бола ажырасып кетіп жатса деген. Біріншіден адамдар басқа. Өмір басқа. Мысалы Совет одағының адамдары қиыншылықты көріп төзе білген адамдар, иә? Соғыс болды, ашаршылық болды, свет болған жоқ, СССР бұзылды деген сияқты, иә? Қазіргі адамдар комфортқа үйреніп қалған. Ақшаң бар, каспиің бар, баяғыда қалай әке-шешемнің айту бойынша адамды бір қонаққа шақыру үшін попуткамен барады, жаяу жүреді, біреу атпен апарып тастайды, бір жерде күтеді, ол ауыл қайда екенін білмейді, иә? Бізде ондай жоқ, біз звондай саламыз болды. Сондықтан ол жердегі адамдармен, ол жердегі жағдаймен қазіргі замандағы адамдармен жағдайда салыстыру меніңше дұрыс емес. Мысалы, онда қиын болды. Мына жерде бір қиыншылықтар бар. Ол жердегі қиыншылық, мысалы, мүмкін қазіргі адамға қиын емес. Керісінше, қазіргі жердегі қиыншылық ол замандағы адамға бір жақсы нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан да оны салыстыру дұрыс емес. Әр замандағы адамдардың өз ойлары бар, өз бір мәселелері бар, өз бір сұрақтары бар, өз өмір тіршілігі бар, иә? Сондықтан да біз тек қана адамдар қиындыққа төзе алмайды, содан кейін ажырасып жатыр деген ойда дұрыс емес. Ол барлық ойлардың ішіндегі бір 5%, 10% болуы мүмкін. Мысалы, 2 жыл бұрын бір статистика естім, жаңа бір статистика туралы айттық қой. Қорғалжын жақта адамдардың ажырасу пайызы өте аз дейді. Неге десеңіздер, ол жақын тәрбиесі өте бір қазақи, мықты бір тәрбие дейді. Бірақ ол статистика дұрыс па, мен білмеймін. Адамдардың айтуынша, адамдардың пайымдауынша солай. Адамда абзал сен де көп жерде жүріп жүрсің, адамдармен кездесіп жүрсің, сол жақта да болған шығарсың Қорғалжын жақта. Болды ғой. Өзің қалай ойлайсың, дұрыс па, бұл ой? Жоқ, енді ол жеке Қорғалжынның өзінің бір статистикасы деп есептемеймін. Ол жалпы сол халықтың, жалпы қазақи аудан болғаннан кейін мүмкін жаңа ағамыз айтып жатыр, Бақтыгүл қыз айтты, қазақи менталитет ол сол ата-апасының, әке-шешесінің көрген тәрбиесінен кейін мүмкін сондай. Жоқ, сана өзгерген мен ойлаймын, енді адамдар өзгерген жоқ қой, сондықтан адам өзгерген жоқ. Мысалы, адамның жаңағы махаббаты, сүйіспеншілік мәселесі де өзгерген жоқ қой. Сол қалпы оның адамға деген жаңағы бір-біріне деген сүйіспеншілік, бір-біріне деген жаңағы сыйластық, мен ойлаймын, ол енді қашанда қазақтың болмысында бар нәрсе ғой. Сондықтан да ол
қазір енді мынау расында жаңа кім мәнсе айтты ғой, мына психологиялық тұрғыдан расында да мына біздің қазір қоғамымызда көп мұқтаж көріп жатқан жаңағы жастардың отбасылар бар ғой. Жаңағы көп ажырасулардың дені сонда жаңағы ақшаның жетіспеушілігі, жаңа басқа әлеуметтік тұрмыстық мәселелер ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, бізде соны демеу мәселесі, соларды бір қолдау мәселесі жетіспей жатыр. Өйткені сол жаңағы екі жас отбасыға мысалы енді бір қиналып тұрған кезінде соған жаңағы арасында да біздің қазақы болмыс, біз ана психологқа бармаймыз, бір басқаша сезінеміз оны. Сондықтан да мен ойлаймын, осындай мәселелерде қазір шетелде кез келген отбасының психологтары болады. Сондықтан да осы психология мәселесін дамыту керек. Енді оны психология деп арнасын басқаша бір тәлім тәрбие беретін бір немен алмастыруға бола ма? Сондаймен алмастырса, мен ойлаймын, соларды демей берсе, мысалы солар жаңағы қолдап берсе, соларға бір өмірлеріне бір жаңағыдай бір қолдау білдіретін сондай бір сөздер айтып, жақсы айтып, жаңағыларды мысалы нелерін ажыраспауына әкеп жаңағы ықпал етуге болады деп ойлаймын. Ондай бар ғой, сіздер егер заңды түрде некесін бұзатын уақытта арнайы орган бар, сол жерде психолог маманы отырады, ол алдын ала отбасыға бір ай уақытын береді, одан кейін ол психолог олармен жұмыс жасайды. Сол бір айдың ішінде одан кейін жас отбасы немесе ажырасатын отбасы келіп өздерінің қорытынды шешімдерін психологқа айтады. Жалпы ондай бар. Негізінде жалпы жаңадан бері бастысы құндылық деп жатырмыз, тәрбие деп жатырмыз, үлкендердің тәрбиесі, жаңағы айтқандай, әр жердің даму ерекшеліктері әр уақыттың, әр тараптың әртүрлі болды. Қазіргі жастардың не ойлайтынын, одан кейін қай отбасы не үшін ажырасып жатқандығын ешкім алдын ала болжап, немесе қандай мәселе бойынша ажырасып жатқандығын біз біле алмаймыз, себебі жастарға арналған мүмкіндіктер бар, жасалған. Қазіргі бағдарламаларды, жастар үшін жасалған бағдарламалар өте көп. Мысалы, бұрындары военныйлар казармада тұратын, воинский частьтарда жұмыс жасайтын, оларда специальный городок военных болатын, олар казармада тұратын. Бірақ қазіргі военныйлардың болсын, арнайы әлеуметтік жағдайлар жасалған, балаларына, отбасының әрбір мүшесіне төленеді. Жалпы мемлекеттік қызметкерді алсан да, әртүрлі жерден көшсен, сен отбасылы болсан, онда саған пәтер бөлінеді. Ондай жағдайлар жасалған. Бірақ қазір осы жерде отырып, жастардың не үшін ажырасып жатқандығын біз сіздермен оны болжап таба алмаймыз деп ойлаймын. Жалпы менің ойымша, осы отбасы тәрбиесі, отбасы құндылығы ешқандай тарихи бір оқиғаларға, кезеңдерге байланысты өзгеріске ұшырау керек деп ойламаймын. Өйткені құндылық дегеннен кейін айттық қой, енді адам дүниеге келгеннен кейін соның ішінде қазақтың баласы қазақша ойлай алатын баланы біз тәрбиелесек, ол отбасылық құндылықты өте мықты сақтай алады. Сондықтан жаңа ажырасу мәселесі де тағы да жаңа материалдық жағдайға байланысты соның ішінде ажырасуды көбірек айтып жатырмыз, сол мазмұнға қарай беттеп, оның бәрінің пайызы азаятын шығар. Және де шетелдік отандық ғалымдардың мынандай ортақ пікірі бар екен, жалпы баланы тәрбиелемей, тек қана ата-анасы үлгі болса, ол жақсы тұлға болады деген түсінік беріп отыр. Яғни отбасының ішіндегі ата-ана өзі үлгіні көрсете алса, жаңа сіз айттыңыз ғой, менің жолдасыма деген махаббатым, оны сыйлағаныңыз, оны құрметтегеніңіз сіздің балаңызға үлгі болады. Яғни ол келесі жаңағы ұрпақ оны әрі қарай жалғастырады, дәріптейді. Ол өзі отбасын құрған кезде сол құндылықты сақтап қалады. Міне әр отбасы осы бағытқа қарай оны насихаттап жүрсе, жаңағындай мәселелер аз туындайды. Және мен келіспеймін, бір жаңа буында өмір сүріп жатқан адамдардың түсінігі басқаша деп. Әр ұлтты өзінің, соның ішінде қазақтың ұлтын ерекшелеп тұратын отбасылық тәрбиеге, құндылыққа өте жоғары деңгейде назар аударған. Сондықтан оны ұстап қалу, ешқандай бір тарихи инновация, техника, технология дамығанмен осы мәселе бізде ол қанымызға сіңген, жаңағымыз айтып жатыр ғой, ол біз дәстүрді сақтау керекпіз, құндылықты сақтау керекпіз. Және де мемлекеттік деңгейде түрлі бағдарламалар бар ғой, мерейлі отбасы деген шығып жатыр, енді бірнеше жыл. Және де мектептерде қазір әкелер мектебі деген құрылып жатыр, аналар мектебі, осы әжелер мектебі деп. Енді мен айтпаймын, тай-тай қадамдар жасалып жатыр деп, дегенмен белгілі бір мәселені шешуге тырысуда. Менің айтқым келгені осындай тәрбие сағаттарымен белгілі бір уақытта шектеліп қалып, бір нәрсе көрсетпеу, әр отбасы өзінің күш жұмсау керек болады. Сол кезде осы отбасылық құндылығын қазақтың біз сақтап қаламыз. Мына енді өткен жылы болу керек, Бурабайда әкелер форум өтті, соны қатыстық. Сонда осы Алматыдан бір, Астанадан бір жаңағы
келді, бір адам, бір жас жігіт, сол үлкен бір жаңа лекция оқыды. Сонда лекциясында айтады, мынау қазір расында да біз енді мынау ұялы телефон дейміз, әрқайсымыз үйге келгеннің шыны керек, енді әрқайсы өзінің ұялы телефонына телміріп, жаңа бала бір бұрышта, өзің бір бұрышта, сосын жаңағы отбасының бір ортақ бір әңгімесі болмайды, жаңа асхананың үстінде ғана бір тамақ ішесің де, сосын қайрадан өз бөлмелеріне тарап кетеді. Негізі сол кісі айтады, сонда мен соны зерттеп көрдім өз отбасымда дейді. Сонда жаңағы кісі айтады, үйге келген кезде дейді, жаңағы күндері бір дейді, жаңағы жалпы электр желісі бар ғой, соны ағытып тастадым дейді. Свет өшіп қалды дейді, содан үйге келіп, сосын жаңағы барлығымыз сол бір стөлдің басында, енді біз есімізге түседі, баяғыда свет болмаған кезде бір бәріміз отырып әңгіме соғып, біраз ұзақ әңгіме болушы еді, ауылдарда сондай болатын. Сол сияқты дейді, жаңағы балалар да солай әңгіме, содан мен дейді, солай жиі сөндіретін болдым дейді. Содан жиі сөндірген кезде құр әңгіме емес, жаңағы бір кітапты бір балама беремін, сосын соны талқылаймыз дейді, жаңағы неде дейді, әңгімеде дейді. Содан ақырында сол мен енді ойнап сөндіргенімді олар білді артынан дейді. Содан тағы сөндірмейсіз ба деп өздері сұрай бастады дейді. Сондықтан мен ойлаймын, бізде отбасылық, мынау жаңа кім айтты ғой, жарасымдылық, отбасының арасындағы бір ынтымақ бірлік деген, өйткені содан арқылы тәрбие содан өрбиді ғой. Расында да жаңа жеке дара жаңағы өзімен өзі болған адам, ол ертең отбасын құрады, жаңағы өзінің мені кішкене жоғары болуы да мүмкін. Осыдан кейін жаңағы біздің бабаларымыздың жолы барлығы өз жайына қалады да, жаңағы біздің осы ажырасу мәселесіндегі осы бір түйткіл мәселе деп ойлаймын осы. Мен дағы жастар арасында көріп жүрмін да, кейбір отбасылық диалог мәселесі қиындау кішкене. Адамның адаммен сөйлесу, жай күнделікті сөйлесу емес, мысалы бір мәселе, проблема болып қалса, бір-біріне соны айту, соған бір ортақ шешім жасап, сол мәселені бірге жеңу деген бір қиыншылық туғызады. Бір-біріне не ұялама, не айта алмай ма, баса алмайды сол әңгімеге. Одан бөлек жаңа бір біз психологтар туралы айттық қой. Яғни адаммен сөйлесе алмаса, сол психологқа жүгінуге болады ғой. Бірақ та біздің халықта қандай, біз ұяламыз, бір адам көріп қалса, естіп қалса, мен психологқа барамын деп, ол не дейді? Қолмен көрсете ме, өсек айта ма біздің артымыздан, біз содан қорқамыз, И енді осы бір проблемалардың бәрі, біріншіден ол бір-бірімізбен дұрыс сөйлесе алмау, немесе бір мамандарға бара алмау, екіншіден адамдардың сөздерінен қорқу, осы барлығы да бір мәселені, бір проблеманы туғызады деп мен ойлаймын. Менің анау жолдасым айтады, сол жаңағы психологиялық, жаңағы кім айтты ғой, мәселе сол арасында да отбасылар анау ажырасайын деп жатқан кезде соларға көбіне жүргізеді жаңағыдай. Ақыл кеңес береді, сонда олар келеді, енді жеке-жеке қабылдайды, олар жеке-жеке қабылдаған кезде, мысалы, ер адамда жаңағы өзінің мені болады, мен кінәлі емеспін деген сияқты, әйел адамда менің кінәлі емеспін, бұл жерде анау кінәлі деп бір-бірін кінәлайды. Соны ақырында сол жаңағы сөйлесу келе, енді кішірею мәселесі, жаңағы өзіңнің енді жарыңның алдында кішірею. Соны айтқаннан кейін сол бір айдың ішінде олардың көбі жаңағы қайрат түсіністікпен бір-біріне қарап, сондай бізде рас, сондай сол жағы жетіспейді. Бізде адамдар жаңағы әрқайсысы жаңағы әрқайсының өзінің тәрбиесі өзі, жаңағы мен кінәлі емеспін деген сияқты сондай бір адамның бойында сондай бір кемшін тұстар бар. Соны әрқайсысы өзінің отбасына сол әсер етеді. Бірақ ол бір айдың ішінде 10 жұптың бір екеуі ғана шығар татуласатын деп ойлаймын. Негізі мен оның бәрі бара бермейді ғой. Бәрі бара бермейді ғой. Психологқа бәрі бара бермейді. Бәрі жүгіне бермейді. Өткенде мешіттің тарапынан да имамдармен де сөйлесіп осы бағытта сұхбат сұрап жатырмыз ғой. Сол кезде имам айтады да, имамдар айтып жатыр, жалпы бізге де келеді, неке қиған кезде жалпы осы некенің, отбасының беріктігі, отбасылық құндылықтар, жалпы әкенің, ананың рөлі дегенді барлығын барынша айтып түсіндіреміз жастарға дейді. Содан кейін қайтадан кеп сол ақыл кеңес сұрап жататындар көп дейді. Бірақ та көбінесе ондай балалар бізге келе бермейді, жаңағы менталитетке жатпайды деген сияқты айтып жатыр ғой. Қазақтарда болсын, шығыс жақта болсын, әкенің, еркектің рөлі өте бір жақсы қойылған, әке әрқашанда дұрыс айтады, еркектің сөзі дұрыс болу керек деген сияқты. Бірақ та кейбір жерде әйел заттарында, әйелдердің де ойлары дұрыс болуы мүмкін, еркектерге қарағанда жақсы бір идея, ой айту мүмкін. Бірақ та біздер осы мен үшін немесе бір эго үшін ба, оны тыңдамауымыз мүмкін. Сондықтан да содан да бір мәселелер туы мүмкін ғой. Бұл жерде енді біздің менталитетіміздегі еркектің рөлі мүмкін дұрыс қойылмаған сияқты. Или менің ойым дұрыс емес па? Жоқ, негізі жаңа Бақытгүл Ерғалиқызы айтты ғой, негізі қазір барлық мектептерде әкелер клубы жұмыс істейді, әкелер одағы жұмыс істейді. Әкелер одағының да төрағасы бар, осы Көкшетауда сұхбатта Ерлан Закирьянов ағамыз сұхбаттасып біліп жатсақ,
қарапайым мектептің балалардың жиналысына дейді ата-аналардың тарапынан әкелер мүлдем бармайды екен дейді. Тек сол әйтеуір әйел ошаққа деп сол бала тәрбиесіне әйел адам жауап береді деп, сол әйел адам ғана ақпарат дейді. Негізі сол мектептегі жиналыстарға да теңдей қатысып отқан дұрыс деп айтып жатыр да. Әкелердің рөлін жаңағы әділеттің сөзі ғой, сол арттыру мақсатында сондай клубтар жұмыс істеп жатыр дейді. Енді алдағы уақытта клубтар жемісін береді деп ойлаймын. Енді ол әкелердің қоғамның құрылуының өзі біз үшін ол қасірет деп ойлаймын. Өйткені әкелер қоғамы деген әкелердің рөлі төмендегенін көрсетіп тұр ғой. Қазір біздің қоғамымыз әкенің төмен, өте төмендеп кетті деген мәселені айтып отыр. Өйткені расында да енді қазақтың болмысында жаңағы тәрбиесінде мынау әкенің жаңағы орны ерекше. Ол енді жаңағы баланың тікелей отбасындағы тәрбиесіне сол жерде отырып қатыспаса да, бірақ әкенің жаңағы анасының айтуымен жаңағы әкең қазір ұрсады, әкең айтса жаңағыдай деген сияқты сондай бір әкенің рөлін жоғары көтеру арқылы ер адамның жаңағы отбасындағы несін көтеру арқылы сол жаңағы баланың тәрбиесіне әсер етеді. Өйткені енді бүкіл тәрбиенің өзегі ананың қолында ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, енді қазір біздің қоғамда шынында да жаңағы шаруаның қамымен жүретін ер азаматтар жаңағы осы отбасындағы тәрбиенің жаңағы кішкене алшақтап айырылып қалған жағдайы бар, оны мойындау керек. Соның әсері осы жаңағы бүгінгі жастардың жаңағы тәрбиенің жаңағы кішкене алшақтап бара жатқанда солардың ықпалы бар деп ойлаймын өз басым. Өйткені енді бұрынғы кеше кеңестің заманынан ары қарай алсаңыз, жаңағы атаның жаңа айтты ғой, атаның ұлағаты, әженің ұлағаты деген болды. Қазір енді соның бәрі көзден болып ұшты ғой. Қазір оны ешкім керек те қылмайды, жаңағыдай ешкім соған мән де беріп жатқан жоқ. Соған мен ойлаймын, бұған мемлекеттік тұрғыда үлкен бір бағдарламалар жасалу керек бұл тәрбие мәселесіне. Өйткені бұлай кете берсек, біздің жаңағы өзіміздің тарихымыздан да басқадан да айырылып қалатын жағдайымыз бар. Мәнже жастармен көп жұмыс жасаймыз ғой. Осы уақытта қазіргі жастардың пікірі, ой, санасы. Жалпы енді жаңағы әкенің жиналысқа баруы ол қалыптасып қалған менталитет. Яғни сенің ананың ата-аналар жиналысына баруы. Екіншіден жаңағы айтып келе жатырмыз, мемлекет тарапынан тәрбиеге бір көңіл бөлінсін деп. 2018 немесе 2019 жылдан бері мектеп оқушыларына арналған аналар мектебі, аталар, әжелер мектебі, әкелер мектебі кірген болатын. Оның әрқайсының өзінің ішінде жобасы бар. Мысалы, әжелер мектебі қыздарға тоқыманы үйретсе, ал әкелер аталар мектебінде ер тоқымға баланы отырғызу сияқты әртүрлі тұжырымдамасы жазылып жасалған болатын. Бірақ оны қабылдау әрине ол мектептердің тарапында, оны жүзеге асыруда мектептердің тарапында, себебі қазір аналар одағы бар, аналар тек қана ол мысалы асыл аналар қоғамдығы бар, халық ассамблеясының ішінде аналар бірлестігі бар. Олардың жасап жатқан жұмыстары өте зор. Олар біздің аудандарда бар, қалаларда бар. Бірақ олардың мектептерге бару бармауы тағы да ол білім тарапынан олардың кіруіне байланысты. Ал біз жастар тарапынан жаңағы айтқанымызда өзіміздің психолог маманымыз бар, кәдімгі штатта отырған. Олған біздің жастар өзінің сұрақтарын қояды. Бірақ біз ол кәдімгі ол қойылады сұрақтар, ешқандай мысалы отчет үшін біз цифраларды айтпаймыз, ол кәдімгі жасалып жатқан жұмыстар, олардың обращениялары. Оның ішінде бізде жас отбасылар бар. Қазір көптеген жас қыздар мысалы психолог маманға өзінің сұрағын жолдап жазады. Мысалы сол жерде біздің психолог маман оларға өзінің кеңесін береді, немесе олар тұрып жатқан аумақтағы психологқа бағыттайды. Жас отбасы болсын, жастар болсын, оларға қазір барлық жағдай жасалған. Мысалы тегін түрде психолог қарастырылған. Бір бағдарламаларды білгім келеді, үйренем, осы жерде қатысқым келеді десе, оны консультация беретін адам да дайын тұр. Бірақ оған баратын жастарымыз аз деп айтса да болады. Мәнсе айтып жатыр ғой, Ерғали қыздың мұғалім ретінде айтып кетті. Мектептерде әжелерін тоқыма деп жатыр, енді тоқыманы көрсететін шығар. Бірақ ер тоқым балаға енді оның барлығы теориялық тұрғыда, ол практикалық емес қой. Мысалы ата келіп есік алдына баланы оған мінгізбейді. Ер тоқымды көрсетуі мүмкін, ат абзелдерін таныстыруы мүмкін. Жалпы осы ретте ол балаға қалай әсер етеді осы қалыптасуына, әлде жай бала қызық көріп барып қана қабылдайды деп? Енді қазақ тәрбиесінде жаңа басында айттық қой, ұл бала тәрбиесі, қыз бала тәрбиесі деп, әрбіреуінің табиғи ерекшеліктеріне байланысты бір өнерге баулиды ғой. Тоқыма тоқу, құрақ құраудың өзінің де үлкен философиясы бар. Жаңа құрақ көрпенің өзі
қыз балаға тек қана әдемі құрақ көрпені шығармай, ол отбасы неден құралады дегенді білдіреді ғой. Жаңағы кесіп әдемілеп, сол сияқты эстетикалық талғамы жоғары, жаңа құндылығы биік бір отбасы құрылуға негіз болады. Сол құрақ көрпені қыз балаға тұрмысқа шыққанда беріп жібереді деген сияқты үлкен. Мен ойлаймын, тек қана әдемі өнім шығармай, соны жасау барысында өзінің процестің өзінде бір мазмұндық түсінік беріп кетіп отырса, жаңағындай әжелер мектебі, аналар мектебі, үйде қолөнермен айналысатын, сол кезде ол үйлесімдік табады. Мен бір жазда Айқанат деген мектеп бар, Щучинскіде, Бурабайда. Біраз қазақтың балаларын қазір оқытып жатыр, енді 10-шы сыныптан кейін. Сол жерде қыз балалар міндетті түрде енді инвариативті бөлікке енгізген екен, садақ ату деген міндетті сабақ бар екен, қыз баласына қатысты. Енді ол да бір біздің табиғатымызда ол ер адамның, ер баланың несі сияқты ғой, аңшылыққа бағыттап. Ал оларда қыз бала, ер бала міндетті түрде күрес, қазақша күреске барады екен. Ол спорттың түріндегі сол міндетті пән екен. Жаңағы секция деп айтуға болады, факультет. Ол да үлкен сол нені айтып жатыр. Қазақтың қызы біраз нәрсеге дұрыс қарау керек деген садақ атқанның өзінің бір үлкен философиясын айтып жатыр. Мен ойлаймын, сол өнерге баулыған кезде әдемі өнім шығару емес, сол өнімнің мазмұнын барлығын ер балаға да, қыз балаға да, атқа отырудың да, ат тізгінін ұстау ер баланың, ол жаңағы шауып озып келу емес, атта нығыз отыру. Ол белгілі бір іс-әрекетте көп нәрсені ер адам өзінің жаңағы физиологиялық, психологиялық тұрғыдан көп мәселені шешу керек дегенді, тізгінді мықты ұстау дегенді көрсету. Сондықтан да осындай өнерге баулу жолында да оның мазмұнын түпкі жаңағы тамырын түсінсе, ол нәтиже береді. Ал егер де көрмеге қоятын зат үшін ғана ол үйренетін болса, ол енді мен ойымша қысқа мерзімді әсер ететін шығар. Жаңағы өнердің бір туындылары. Жаңағы айтып өттік қой, жалпы бұл практикалар қолдануда, негізінде көбінде әрине бұл частный школалар дейді ғой, ипподроммен келісе алатын арнайы сондай мектептерде ол жұмыс жүргізілуде. Содан кейін тағы да бір айтып өтетін, жалпы біз мектепте оқығанда технология сабақтарында, ұлдар бөлек мастерской дейді ғой, сол жерде мысалы ағаш ойып, сондай жұмыстар жасайтын, ал қыздар тоқыма тоқып, соны үйрететін. Және мысалы бір жылдың ішінде біздің бір тоқыған заттарымыз шығу керек болатын. Ал қазіргі кезде оқу бағдарламасын өзгертілуіне байланысты, одан кейін онлайнға көшті. Соның себебінен мүмкін қазіргі уақытта мектеп оқушыларына осындай мысалы тігін тігуді, себебі оны үйдегі атана көбінде мысалы қыз баласына анасы отыр былай тігу керек дегенді өзін жаңағы жұмыста болады, немесе басқа балалар қарау керек. Оған үйреткенше ол барата өз істеп тастайды. Соны ол бұрындары негізі мектепте кішкентай кезінен бастап сол ине ұстауды, тоқыманы тоқуды, мысалы тамақты пісіруді сол жерде технология пәндерінде көрсететін. Ал қазіргі уақытта бұл кішкене қалыс қалып бара жатыр. Бізде қыздар тамақ пісіретін, біз барып соны жейтін біз кезінде. Жалпы мен ойлаймын, мынау біз енді қанша дегенмен ұлтпыз ғой, енді мемлекетті құраушы ұлтпыз, сондықтан да жаңағы барлығын жаман, барлығын нашар деп айта берудің өзі дұрыс емес негізі. Мен ойлаймын, өйткені мына әлемдік жаңағы өркениеттің жаңағы несін бағаларына қарасаңыздар, мына батыс елдері болсын, көптеген мына шығыс елдері, мысалы Жапония сияқты, Корея сияқты елдер, батыстың көптеген елдері қазір қартайып бара жатыр ұлты. Керісінше біздің қазақ ұлты жасарып келе жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, жаңағы жасаруының себебі жаңағы бізде отбасын құру көбейіп келе жатыр деген сөз. Сондықтан осы жағынан алып қараған кезде біз жаңағы өткенгі қара күйе жағып, немесе қазіргі заманның қиындықтарына барлығын белшесіне батырып қоюға болмайды. Өйткені біздің ұлтымыз жасарып келе жатқан ұлт, жаңарып келе жатқан ұлт. Сондықтан да бұл жақсылықпен қарау керек деп ойлаймын. Өйткені жаңағы тәрбиенің айттық қой, жаңағы мысалы біздің қазір осы тәрбиенің бір қиындап, жаңағыдай бір күрделеніп кеткен себебінің бір салдары, мен ойлаймын, мынау қазақтың ауылдарының шаңырағы шайқалып, көп ауылдар тарап кетті. Кезінде өздеріңіз білесіздер, кішкентай балаларымызды бәріміз ауылға ертіп апарып, ауылда жаңағы демалыстарын өткізетін, ауылда жаңағы атқа мінетін, ауылда жаңағы асау тай үйрететін, сондай замандар болатын. Қазір
соның бірі де жоқ. Қазір көп ауылдар қазақтың ауылда тарап жатқандықтан көп қаланың ата-аналары балаларын ауылға апара алмайды. Енді жаңағы мынау ипподром Атшабар мәселесін айтқан кезде қазір анау үлкен мәселе көтеріліп жатыр. Сонда үлкен манеж салу. Манежде жаңағы мынау әсіресе Ақтөбе, басқа Алматы қалаларында бар, біздің қаламызда жоқ. Манеж салып, соның ішінде жаңағы анау балалар кез келген ата-ана өзінің баласын апарып, жаңағы сол атқа мінгізіп ана жерде серуендетіп, жаңағыдай соның ішінде жаңағы душы бар деген сияқты сондай үлкен бір манеж салу мәселесін бізде көтеріп жүр жігіттер осында. Бірақ соған енді үлкен қаражат жоқ болғандықтан сол салынбай жатыр. Сондай мысалы ауылдың бір несін ауыстыратын мәселелерді біз кіргізуіміз керек тәрбиенің өзегіне. Сонда ғана мен ойлаймын, мынау жаңағы осы айтып отырған мәселелердің көп жаңа өзекті мәселелер және өзінің жаңа жеңілденіп жаңағыдай бір жақсы жолға қойылар еді деп ойлаймын. Жалпы тек мектеп тарапынан емес, жалпы ата-аналар да өз балаларын апарып кез келген уақытта сондай мүмкіндік тудырса дейсіз ғой негізі. Иә. Енді алдағы уақытта қарастырылып жатыр іске асырса. Әдет апарасыз ба балаңды? Әрине апарамын. Мен кішкентай болғанда ауылға әр каникул бойы мен апаратын. Апамның қолында өсетінбіз каникул өзін 3 айдай. Апам таңертең өзінің нанын кішкентай пісіріп қояды маған жалғыз. Өте бір сондай моменттер мен аңсаймын мысалы. Ал қазір енді менің балаларым өскеннен кейін апаратын жер болмайды. Менің әкешім қалада тұрады мысалы, маған да қиын болады. Өйткені ауылдардың бәрі тарап жатыр. Сосын өткен жылы біз өткіздік, мынау үлкен сарайда, спорт сарайында мынау шалма лақтыру дейді, асауды лақтырады ғой, шалма лақтыру, сосын жаңағыдай не деген жаңағы елтірі деген сондай бір қазақтың ұлттық ойындарынан тек қана жарыс өткіздік. Сонда мынау ауылдардан келді, 4-5 команда қатысты. Сонда бала мен әкенің арасындағы сабақтастық мәселесін қозғадық. Сонда жаңағы мен ойлаймын, сол ойындардың енді жаңағы шалма лақтырудың өзіне өнер керек. Кез келген адам лақтыра алмайды ғой, енді асауға мысалы. Соны жаңағы аттың басын жаңа неден ағаштан жасап, соған жаңа шалма лақтыруды сонда жаңағыдай жарыс өткіздік. Сонда мен ойлаймын, осындай жарыстарды соның ережесін көп мектептер сұрап жатыр. Сол мектептерге кіргізсе деген сондай ұсыныс сұрайды. Мен айтамын, осындай жаңағы садақ атуың, жамбы атуыңыз бар, жаңағы келу дегендер. Көптеген сондай нелер бар. Солардың мысалы мен ойлаймын, енді өзіміздің жаңағы ұлттық болмысымызға қарай соны жаңағы мектептердің несіне кіргізсе жаңағыдай, жаңағы осынша бағдарламасына кіргізсе, мен ойлаймын, ол да бір жаңағыдай бір тәрбиенің бір жақсы бір жолы болар еді деп ойлаймын. Енді мана мәсен ойын білдік қой, жалпы отбасылық құндылықтар деп біз оған қарсы шықтық, атлетикеміз енді кішкене. Қазір қыздарға жетпейтін 5 қасиетті айтып кетіңізші. Ана ретінде, ұстаз ретінде. Не жетіспейді? Сіз студенттерді көресіз, алдарыңызда қаншама жас қыздар келеді. Жетпейтін, иә. Жалпы енді қазір менің алдымда қалай әр шәкірт өзі керемет. Оларға деген менің сүйіспеншілігім, сыйластығым өте жоғары деңгейде. Кемшілігі деп айта алмаймын, жалпы ұсыныс ретінде айтқым келеді. Әр қазақ қызының талғамы жоғары болу керек деп ойлаймын. Ең біріншіден, иә, ол талғам эстетикалық болсын, ақыл ой жағынан, иә, озық, және де жалпы адам тану жағынан кеңістігі өте жоғары болу керек, және де осы психология, педагогика ғылымдарынан хабардар болу керек. Тек қана сонымен өте әмбебап тұлға болу керек деп ойлаймын. Жан-жақты әмбебап. Өйткені сонысымен ол қылықты болады, сонысымен ол қызықты болады, және де сондай орта құра біледі, сондай бір отбасын құра біледі деп ойлаймын. Егер де ол жан-жақты кеңістігі өте жоғары, талғамы өте жоғары болса. Және де мен ойлаймын, олар тек қана қазақша сөйлейтін емес, қазақша ойлайтын ұрпақ тәрбиелеу керек болатын сияқты. Осы қазіргі кезеңде өмір сүріп жатқан, отбасын құрмай жатқан әлі қазақтың қыздары сондай өздеріне бір не қою керек сияқты миссия. Қазақша ойлайтын ұрпақ әкелу керек. Біз көбінесе қазір көп мәселені айтып жатырмыз, қазақша сөйлеу керек, тіл мәселесі деп, ол сол деңгейде тұрып қаламыз ба деген қорқыныш бар менің жалпы өзімде. Біз қазір орысты қазақша сөйлетіп, немесе қазақша сөйлей алмайтын, қазақты қазақша сөйлетеміз деп, ал мен ойлаймын, қазақша ойлайтын, біз ұрпақты тәрбиелейтін орта құру керекпіз. Жалпы жас отбасыларға айтар ақыл кеңесіңіз, сонымен осы бүгінгі менің айтайын дегенім, енді шынында да біз жаңағы қазақтың ұлын да қызын да ешқашан жаңағыдай жамандаудан аулақпыз. Қазақтың қызы ол жаңағы біздің ұрпақтың анасы, ол ұлттың тәрбиешісі. Сондықтан да болашақ ана ретінде олар ертең біздің ұлтымыздың қандай болмыс бітімі қалай қалыптасады олардың қолында. Ал енді жігіттеріміз елдің қорғаны,
қазір енді қазақтың жастарын қарап отырсаңыздар, енді қандай бір әлемдік жаңағы олимпиадалар болсын, білім жағынан болсын, технология жағынан болсын, қазақтың жастары өте білімді. Сондықтан да мен ойлаймын, осындай білімді жастармен, осындай жаңағы елін ойлайтын, ертеңін ойлайтын жастармен біз ешқашан жаңағыдай еліміздің ертеңіне жарқын болатынына сену керек. Өйткені сенім болмаған жерде, үміт болмаған жерде мен ойлаймын, біздің болашағымыз жоқ. Сондықтан да мынау біздің енді біз қазір бір жас отбасылардың мәселесінде бір кем-кетіктерін ғана көріп отырмыз, соны ғана айтып отырмыз. Ол енді дұрыс та мәселе шығар, бірақ енді барлығы бірдей жаңағыдай нашар, барлығыдай бір төмен деген мәселені айтпауымыз керек. Бізге жаңағы ұрпақтың, жас отбасылардың, әсіресе жастардың жаңа болашағы, жаңа біздің елдің болашағы екендігін соны айтатын сондай бір жақсы әңгімелер болса, мен ойлаймын, бұл да бір жақсылықтың нышаны деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Бүгінгі біздің осы алаңды көріп отқан жастар, үлкендер қауымы, оқушылар өздеріне керек мол ақпарат алды деп ойлаймын. Алтын уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта тағы да осындай пікірталастарды кездесеміз деген ойдамыз. Құрметті достар, осымен бүгінгі біздің алаңымыз, бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар, қоштаспай ақ қояйық.